Қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге дәмі керемет болып шығатын чебуреки рецептімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Чебуреки жасалу жолы өте оңай, құрамына қолжетімді заттар қажет болады. Үй жағдайында жасап көріп, жақындарыңызды қуантып қойыңыз. Ең алдымен ұнды електен өткізіп аламыз. Суға 1 шай қасық тұзды салып, жақсылап қамыр елейтін боламыз. Қасықтың көмегімен бірінші араластырып аламыз. Енді үстіне сұйық май құятын боламыз. Сұйық майды құйып алып, қатты қамыр елейміз. Еленген қамырымыз қатты болуы қажет. Енді қамырды елеп болған соң, салфан пакетке салып, жарты сағатқа тындырып қоямыз. Енді ішіндегі салмасын турайтын боламыз. Жусайды жақсылап жуып алып, майда бөліктерге пышақтың көмегімен бөліп тураймыз. Жақсылап турап алып, жұмыртқаны алдын ала қайнатып аламыз. Жұмыртқа қайнатылғаны салған ұнамайтын болса, қуырылған жұмыртқаны да салуға болады. Жұмыртқаны майдалап турап алдық. Енді татымына қарай дәмдеуіштерді салсаңыздар болады. Мен татымына қарай тұз және қара бұрыш салдым. Жақсылап араластырып алдық. Енді қамырымызды, сынған қамырымызды алып, жақсылап қайтарып аламыз осылайынан. Қамырымызды қайтарып болған соң, бірнеше бөліктерге бөліп, 10 минутқа бетін жауып қоямыз. 10 минуттан соң қамырымызды алып, оқтаудың көмегімен жұқалап жайып аламыз. Жұқалап жайылған қамырымызға салмасын салып, пісіруге дайындаймыз. Сонымен қатар менің каналымның алға қарай жылжуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Менің рецептім ұнаса, менің каналыма тіркеліп, достарыңызбен осы видеоны бөлісіп қойыңыздар. Сонымен қатар менің каналымда басқа да рецептердің түрлері көп. Рецептердің және де алдыңғы уақытта түрлі рецептермен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркеліп қойсаңыздар, мен өте қуанышты боламын. Осылай барлығын жайып, ішіне салмасын салып, шаншқын көмегімен бәрін басып дайындап аламыз. Алдын ала газымызге сковородкамызды қойып, май құйып, қыздырып аламыз. Жасалу жолы өте оңай, сырты қытырлақ, іші жұмсақ, дәмді болады. Барлығын осылайынан дайындап алдық. Енді біртіндеп пісіретін боламыз. Майымызды қыздырып алдық. Енді біртіндеп салып пісіреміз. Майымызды қатты қыздырмаймыз. Астын орташа отқа, газдың астын орташа от қоямыз. Дәмі сондай керемет. Видеоның соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Мен каналыма тіркеліп, жандағы қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Барлығыңызға
ас болсын.